ұстаздар және көрермендер, сіздерді келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтаймыз. Жігіттер, не жаңа жыл да жақындап қалды. Бұйырса келер жыл жылан жылы екен. Онда менің анамды құттықтау керек болды ғой. Неге? Мамам жылан жылы дүниеге келді ме? Жоқ, әкем ашуланса мамама ей сұр жылан деп айтатын еді. Жаңа жылда армандар орындалады дейді. Жігіттер, егер мен тәртіпті болсам, Аяз ата маған кішкентай бауыр әкеп береді. Сен 5-ші сыныпқа келіп білмейсің бе? Ятай, қайдағы Аяз ата? Кішкентай бөпені айса келеді. Ал енді мен команданың капитаны ретінде сендерге жаңа жылға соғықтарына сай сыйлық берейін. Бұл саған, бұл саған, бұл саған, бұл саған, бұл саған. Ал сен тақпағай. Қалшындайым жігіттер. Бұл ойында әсіресе осы жаңа жылда асыға күткен 2013 жылға дүниеге келген кішкентай мини жыландар, біз ойынды бастаймыз! 20 жыл бойы қауын сатқан ағамыз болашақ әйелін жар таңдауда. Осыны алам. Қазіргі қоғамда кез келген жерден әскерге алып кететін болып жүр. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Уағалейкум ассалам, военкоматтан жүр кеттіз. Қолда қаруы жоқ полицей қызметкері. Ей, нұрым, тоқта! Әйтпесе қарғай! Мектепте осындай жағдайлар болады. Айтам, апай. Бүгін Әкімжан туған күні. Бес қойып берші. Аяз атаның алдында тақпағын ұмытып қалған бала. Аяз ата келіп тұр. Ері тұр. Бала кезде осындай жағдайлар жиі болып тұрады. Қандай жағдай болса да сабағынан қалмайтын мұғалімдер болады. Абай, сізге не болды? Жолда машина алып кетті. Абай, мұғаліммен жақсы араласатын оқушы. балалар, сендер 219-шы тапсырманы орындай беріңдер. Алдияр, жүр екеуміз тортпен шай ішіп отырайық. Мұғалімдер А класына барып, демалып шықтым дегенді жиі айтады. Ал біз оны осылай елестетеміз. Мен ана босырыңнан шаршадым. Мұғалім, келіңіз, демалыңыз.
25 жастағы жігіт. Келесі жылы маған жақсы бір қыз болсын екен. Үйленетін едім. Мұғалім. Келесі жылы менде көп уақытым болса. Меккеде тұратын бала. Анамды қай жерге апарсам екен? Ал енді өзіміз әзілдерімізді көңілді әнмен аяқтайық.